Гвоздика өсімдігі бардық дәрі-дәрмектерден орнын алмаштырады. Демек, гвоздика паразитке қаршы қолданылады. Іш көпкөнге, газ толғонға, жарақтың айығышында, вирусқа қаршы, бактериялары жоқ қылуда, орыны басуда, егерде қайсы бір орган жиырылып спазм болып қалса, анын жазылуысына, иммунитеттің көтерілісіне, оз көңдөйіндегі жана тиштердегі көйгөйлөрдү, чаштың сұлулығын сақтайды. Еркин радикалдармен күреседі. Еркин радикалдар деген бұл қандың ішіндегі керексіз заттардың, бізге сіңбей қалған заттардың бардығын свободный радикалы дейді, башқаша айтқанда еркин радикалдар. Демек, бұлар бізге керексіз заттар екен, ушыларды сыртқа қуып шығарып беруге дағы чоң жардам береді. Нерв системасындағы бүт көйгөйлерді шешуде чоң жардам береді. Рак оорусунун алдын алады. Егерде кимде-ким ичегиде құрт бар екен байқаған болса, бетіне қуақ түшіп, денелері құрғап, жақсы ұйықтабай, түн ішілекке аққан болса, гвоздиканы қолданыңыз. Егерде кимден ичи көп, газ толып, дайыма ичи көп қиналып тұрған болса, гвоздиканы қолданыңыз. Демек, гвоздика бардық дәрі-дәрмекте алмаштырғанға чоң рөлі чоң болып саналады екен. Урматтуу мекендештер, гвоздиканы қолданыңыздар, анын әрбір гүлін адам өзі сорса да болады, же порошок түрінде шығарып алып тұрып, ошоны қолданса болады.